Жамбылдардың шығармашылығы барлықтарыңыздың да құлақтарыңызға етене жақын. Соның арасындағы бір ерекше ескі жыршылық дәстүрді, заманауи әншілік үрдісті қатар тұтынған жүйріктің бірі ол Кенен Әзірбаев. Қазақтың ескі мұраттары болады ағайын. Бір замандағы біздің тұтынған, таңдайымызға татқан, маңдайымызға басқан сол мұраттар бір заманда өзінің тегершігінен ығысып шыға береді. Мысалға, жылқы деген жануарды қазақ құрмет тұтып, анда деп, бауырым деп, жолдасым деп, інім деп ескі эпостарда жырлайтын болса, Кененнің көкшолағын білесіздер. Сондай арда тұтқан көкшолаққа арам қатқыр көкшолақ, жаман қатқыр көкшолақ, мен орыққан көкшолақ қыздар өңгіп айталды. Жанай жүрші көкшолақ. Бұл Кененнің кінәсі емес, бұл анау ескі мұраттардың заманның ығыстырып тастап атқан уақыттыр. Біз осындай нәрселерді Кененнің шығармашылығынан анық көреміз. Сол кешегі орыстың орамына халық кіргеннен кейін берген уәдесі патшаның әскерге адам алмау. Бірақ уәде бұзылды. Осы үлкен оқиға Қазақстанның жер-жерінде дүмпу болып, ұлт-азаттық көтерілісіне ұласып жатты. Сонда осы Қордайда болған үлкен оқиғаны сөз ететін сол Кенен Әзірбаев атамыздың Әли Батыр деген дастаны бар. Сол Әли Батырдың дастанынан шақпақ тастың шақылындай қылып қып-қысқа үзіндіні шаттық, уатқан деген бауырымыз орындайды. Алматы облысы.